Good day, children. Now let's begin today's new lesson. Open your book on pages 94. Қайырлы күн балалар. Кітабымыздың 94-ші бетін ашамыз. Сол беттегі құстар жайлы сабақты біз бүгін бастайтын боламыз. Біздер құстардың ағылшын тілінде атауларымен танысамыз, және де олар немен қоректенеді, қайда болады, сондай сұрақтардың барлығына жауап алатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Now let's start. Exercise 1. Listen and repeat which of the birds in the pictures live. Яғни суреттегі құстар қайда өмір сүреді, соны біз бөліп қарастыруымыз қажет. Мысалға, in the forest, parrots, owl, bluebird. Яғни тотықұс, үкі, көк құс өмір сүреді, орманда. In the city, қалада, pigeon, кептер. In the mountains, тауда, hawk, сұңқар өмір сүреді екен. On the coast, жағалауда, pelican, pelican өмір сүреді. Және де at a lake, өзен көлдерде, swan, аққу өмір сүреді екен. Next exercise 2. Listen and number the birds in the order you hear them. Which ones can't you hear? Pigeon, owl, parrot, hawk. Балалар, сіздерге дұрыс нұсқасын жаздым. Осы дұрыс нұсқаны жазып аламыз. Және де балалар, сіздерге сабақ егер ұнап жатырса, каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі жаттығуларға көшейік. Next exercise 3. Try to answer the questions. Listen and read the text and check your answers. Яғни мәтінді оқып, жоғарыда берілген 4 сұраққа жауап беру керек. It's a bird's life. Құстардың өмірі. There are about 10,000 types of birds in the world. Әлемде 10 мыңға жоқ құстардың түрлері бар. Different types live in different places, in forests, at the top of mountains, in our gardens or near water. Яғни әртүрлі құстар әртүрлі орындарда өмір сүреді. Мысалға, ормандарда, тауларда, бақшаларда, және суға жақын жерлерде. Some birds come out during the day while others come out at night. Біраз құстар күндіз өмір сүрсе, біраз құстар түнде шығады. Some can fly and others can't, and some such as penguins can even swim. Birds have wings, feathers and a beak. Яғни бір құстар ұша алады, бір құстар ұша алмайды. Мысалы, пингвиндер сияқты, олар тек қана жүзе алады. Құстардың қанаттары, қауырсындары, тұмсықтары болады. Many of them eat insects, but some eat small animals, including fish and other birds. Яғни біраз құстар жәндіктерді жейді, бірақ кейбір құстар болады, майда жануарларды жейді. Сонымен қатар оның ішіне балықтар, басқа да құстар жатады. Others eat plants, fruit and nuts. Басқалары, мысалға, өсімдіктерді, жемістерді, жаңғақтарды жейді. Birds are really important. Яғни құстар үшін ол өте маңызды. They keep insects under control and help plants by spreading seeds around. Олар жәндіктерді бақылау жасайды, және оларды өсімдіктерді қорғайды, сол жәндіктерден қорғайды. Енді бізге сұрақтардың жауабы керек. Мен сіздерге жоғарыда берілген сұрақтардың жауабын сіздерге қалдырдым. Осыған қарап жазып алсаңыздар болады. Яғни құстар туралы біз мәліметті түсінікті алдық деп ойлаймын. Яғни барлығымыз қарапайым өмірде де құстар қалай өмір сүреді, олар немен қоректенеді, барлығын білеміз, балалар. Онда келесі жаттығуға көшейік. Exercise 4. In 2 minutes, write 3 facts from the text you find interesting. Tell the class. Яғни балалар 2 минут беріледі. 2 минуттың ішінде жаңағы мәтіннен алған өзіңе қызықты болған 3 фактыны есіңде қалған, 3 фактыны жазу керек. Tell the class. Яғни сыныбымызға айтамыз. Мен өз нұсқамды сіздерге қалдырдым. There are 10,000 types of birds in the world. Birds keep insects under control, and some birds can't fly. Балалар, онда келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 5. In pairs, collect information, then prepare a short true-false quiz about birds. Present into the class, you can use a keyword. Яғни жұптық жұмыс балалар берілген. Жұптық жұмыспен мәтінге есімізде түсіре отыра, дұрыс немесе бұрыс деген сұрақтарды дайындаймыз. Сөйтіп оны өзіміз жауабын білуіміз керек. Солай құрастырамызды сыныптармен жұптық жұмыс арқылы бір-біріміздікін алмасамыз. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Сау болыңыздар.